Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 5-ші сабақты қарастырамыз. Үш таңбалы сандарды қосуды және азайтуды үйренеміз. Бірінші есепке назар аударайық. Есепте дейді. Яғни бірінші өрнектің мәні 240 болады. Ал екінші өрнекті есепте келгенде мәні 910 болады. Келесі екінші есепке назар аударайық. Есептеу тәсілін түсіндір дейді. 460 қосу 70. Яғни 460-ға 70-ті қосу үшін 70-ті екі санның қосындысы ретінде аламыз. Яғни өзімізге тиімді екі дөңгелек санның қосындысы ретінде аламыз. 40 және 30 сандарының қосындысы ретінде. Енді 460-ға 40-ты қосамыз, 500 болады. Оған 30-ты қосамыз, 530 болады. Келесі 620-дан 60-ты азайту үшін 60-ты екі санның қосындысы ретінде аламыз. Яғни 20 және 40 сандарының қосындысы ретінде жіктеп аламыз. Алдымен 620-дан 20-ны азайтамыз, 600 болады. 600-ден 40-ты азайтамыз, 560 болады. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Есепте дейді. Үшінші есептің А нұсқасына қарайық. Бірінші өрнектің мәні 550 болады. Екінші өрнектің мәні 540 болады. Үшінші өрнектің мәні 470 болады. Келесі төртінші өрнектің мәні 860 болады. Келесі өрнектің мәні 930 болады. Келесі өрнектің мәні 440 болады. Келесі өрнектің мәні 480 болады. Ал соңғы өрнектің мәні 920 болады. Яғни бұл өрнектерді қосу және азайту кезінде ондықтарды өзімізге тиімді екі ондықтың қосындысы ретінде жіктеп алып, өрнектердің мәнін таптық. Енді осы үшінші есептің А нұсқасына қарайық. Яғни үш таңбалы санға бір таңбалы санды қосу немесе бір таңбалы санды азайту кезінде бірлікті өзімізге тиімді екі бірліктің қосындысы ретінде аламыз. Мысалы 286-ға 7-ні қосқанда 7-ні 4 және 3 бірліктерінің қосындысы ретінде алдық. Алдымен 286-ға 4-ті қосамыз, 290 болады. Оған 3-ті қосамыз, 293 болады. Қалғандарын да дәл осылай есептеп шығарамыз. Келесі осы үшінші есептің Б нұсқасына назар аударайық. Бұл жерде де А және Ә нұсқасы сияқты шығарамыз. Мысалы 730 см азайту 50 см. Яғни 50 см-ді өзімізге тиімді 2 см-дің қосындысы ретінде аламыз. 30 см қосу 20 см. Енді 730 см-ден 30 см-ді алсақ 700 см. Одан 20 см-ді алсақ 680 см болады. Қалғандарын да дәл осылай есептеп шығарамыз. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Биыл күн райының қолайлы болуына байланысты астық мол шықты. Бірінші егіс алқабынан астық қоймасына 457 мәшине бидай, ал екінші егіс алқабынан бұған қарағанда 35 мәшине бидай кем жеткізілді. Қоймаға екі егіс алқабынан барлығы неше мәшине астық жеткізілді дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын жазып алайық. Бірінші егіс алқабынан астық қоймасына 457 мәшине бидай жеткізілген екен. Ал екінші егіс алқабынан жеткізілген бидай белгісіз екен. Біріншіге қарағанда 35 мәшине кем. Яғни алдымен біз екінші егіс алқабынан қоймаға жеткізілген бидайды тауып аламыз. Одан кейін барып, екі егіс алқабынан барлығы неше мәшине астық жеткізілгенін табамыз. Ол үшін 457-ден 35-ті азайтып, екінші егіс алқабына жеткізілген бидайды тауып аламыз. Яғни екінші егіс алқабына 422 мәшине бидай жеткізілген екен. Енді барлығын табу үшін екі егіс алқабына жеткізілген бидайдың сандарын қосамыз. Яғни 457-ге 422-ді қосамыз, 879. Яғни екі егіс алқабынан барлығы 879 мәшине астық жеткізілген
Енді осы есептің мәліметтерін өзгертіп, оны қайтадан шығарып көр дейді. Яғни есептегі мәліметтерді өзгертіп, есеп құрастырып, оны қайтадан шығарамыз. Бірінші егіс алқабынан астық қоймасына 395 мәшине бидай, ал екінші егіс алқабынан бұған қарағанда 47 мәшине бидай кем жеткізілді. Қоймаға екі егіс алқабынан барлығы неше мәшине астық жеткізілгенін табамыз. Ол үшін 395-тен 47-ні азайтып, екінші егіс алқабына жеткізілген бидайды тауып аламыз. Яғни екінші егіс алқабына 348 мәшине бидай жеткізілген екен. Енді барлығын табу үшін бірінші егіс алқабына жеткізілген 395 мәшине бидайға екінші егіс алқабына жеткізілген 348 мәшине бидайды қосамыз, сонда 743 болады. Яғни екі егіс алқабынан барлығы 743 мәшине астық қоймаға жеткізілген екен. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Бір әріптен тұратын өрнектерді тауып оқы, әріптердің орнына мәнін қойып, оларды есепте дейді. Яғни бір әріптен тұратын өрнектер А көбейту 2, 813 азайту Б, А қосу 456, 387 қосу А. Енді осы әріпте өрнектердің орнына мәнін қойып, өрнекті есептейік. А-ның орнына 9-ды қоямыз, 9 көбейту 2 тең 18 болады. В-ның орнына 100-ді қоямыз, 813 азайту 100 тең 713 болады. А-ның орнына 9-ды қоямыз, 9 қосу 456 тең 465 болады. 387 қосу А-ның орнына 9-ды қоямыз, тең 396 болады. Мәні берілген бір әріптен тұратын өрнектің шешуін жазаласың. Енді екі әріптен тұратын өрнектің мәнін тауып көр дейді. Яғни екі әріптен тұратын өрнектеріміз А қосу 800 азайту Б. Келесі өрнегіміз жақша ашылған А қосу 8, жақша жабылған қосу В. Енді бұл жерде А-ның орнына 9-ды, В-ның орнына 100-ді қойып есептейміз. Бірінші өрнекте 9 қосу 800 азайту 100 тең. 9-ға 800 қоссақ 809, одан 100 азайтсақ 709 болады. Келесі өрнекте жақша ашылған А-ның орнына 9-ды қоямыз, қосу 8, жақша жабылған қосу В-ның орнына 100-ді қоямыз. Алдымен жақшаның іші орындалады, 17 болады. Оған 100-ді қоссақ 117 болады. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Есеп бойынша өрнек құр, оны шығар дейді. Жаңбырлы күні дүкенде 240 ерлер қолшатыры және одан 130-ы кем әйелдер қолшатыры сатылды. Барлық қанша қолшатыр сатылды дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын жазып аламыз. Яғни жаңбырлы күні 240 ерлер қолшатыры сатылған екен. Ал әйелдер қолшатыры белгісіз. Ерлер қолшатырына қарағанда 130-ы кем сатылған екен. Алдымен әйелдер қолшатырын тауып аламыз, одан кейін барып, барлық сатылған қолшатырды табамыз. Ол үшін 240-тан 130-ды азайтып, әйелдер қолшатырын тауып аламыз. Яғни әйелдер қолшатыры 110 екен. Оған ерлер қолшатырын 240-ды қоссақ 350. Яғни барлығы 350 қолшатыр сатылған екен. Осылай есепке өрнек құрып алып шығарамыз. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Әріптердің орнына бағандағы сандарды кезекпен қойып, өрнектер құрып жаз, олардың мәнін тап дейді. Яғни 35 қосу 11 қосу 7 қосу 7 тең 60. Келесі өрнек 35 қосу 18 қосу 7 қосу 12 тең 72. Келесі өрнек 35 қосу 14 қосу 7 қосу 13 тең 69. Келесі өрнек 35 қосу 65 қосу 7 қосу 3 тең 110 болады. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Өрнектер құрып жаз, олардың мәнін тап дейді. 120 мен 50 сандарының қосындысына 100-ді қос дейді. Яғни 120-ға 50-ді қоссақ 170 болады. Оған 100-ді қоссақ 270 болады. Келесі 306 санына 120 мен 60-тың айырмасын қос дейді.
120-дан 60-ты алсақ 60 болады. 306-ға 60-ты қоссақ 366 болады. Келесі 980 мен 500-дің айырмасынан 300-ді азайт дейді. Яғни 980 мен 500-дің айырмасы 480 болады. Одан 300-ді азайтсақ 180 болады. Келесі 500 санына 120 мен 80-дің айырмасын қос дейді. Яғни 120-дан 80-ді азайтсақ 40 болады. 500-ге 40-ты қоссақ 540 болады. Келесі 9-шы есепке назар аударайық. Есепті шығарыңдар дейді. А нұсқасына қараймыз. Биылғы жылы жаңбырлы күн көп болды. Бұлтты күн одан 40 күнге артық, ал қалған күндер ашық болды. Биыл қанша күн ашық болды дейді. Есепте қандай мәлімет жетіспейді. Яғни жаңбырлы күн белгісіз болып тұр. Яғни жаңбырлы күн мәліметі жетіспейді екен. Жаңбырлы күнді біз 100 күн деп алып, есептің қысқаша шартын жазып алайық. Яғни жаңбырлы күн 100 күн, бұлтты күн белгісіз. Ол жаңбырлы күнге қарағанда 40 күн артық екен. Алдымен бұлтты күнді тауып аламыз, одан кейін барып ашық күнді табамыз. Ол үшін 100-ге 40-ты қосамыз, сөйтіп бұлтты күнді тауып аламыз. Яғни бұлтты күн 140 күн екен. Енді жаңбырлы күн мен бұлтты күнді қосып аламыз, 240 болады. Бір жылда 365 күн бар. 365-тен осы 240-ты азайтсақ 125 болады. Яғни биыл 125 күн ашық күн болған екен. Енді осы 9-шы есептің ән нұсқасына назар аударайық. Берілген диаграммаға қара. Диаграммада қандай күндер белгіленген? Бір торкөзді 10 күн деп есепте. Ашық, желді, бұлтты, жаңбырлы күн қанша дейді. Яғни ашық күн 9 торкөз екен. Әр күнді 10 күн деп есептесек 90 күн. Яғни 90 күн ашық болған екен. Ал желді күн 40 күн екен. Бұлтты күн 60 күн екен. Жаңбырлы күн 50 күн екен. Келесі 10-шы есепке назар аударайық. Дұрыстығын тексере отырып есепте дейді. Алдымен берілген өрнектердің мәнін тауып есептеп аламыз. Одан кейін барып қосу амалымен берілген өрнекті азайту амалымен берілген өрнекті қосу амалымен тексеріп шығамыз. Келесі 11-шы есепке назар аударайық. Қосу және азайту таңбаларының кестесін қойып жаз дейді. Бірінші өрнекке назар аударамыз. Бірінші өрнекте 270-тен кейін азайту таңбасын қоямыз. 30 пен 70-тің арасына қосу таңбасын қойып, бұл екеуін жақша қыламыз. Алдымен жақшаның іші орындалады. 30-ға 70-ті қоссақ 100 болады. 270-тен 100-ті алсақ 170 болады. Келесі өрнекте 270-тен кейін қосу таңбасы қойылады. 270-ге 30-ты қоссақ 300 болады. 300-ден 70-ті азайтсақ 230 болады. Келесі өрнекте 270 қосу 30 қосу 70. Яғни 270-ге 30-ты қоссақ 300, 300-ге 70-ті қоссақ 370 болады. Келесі өрнекте 270-тен кейін азайту таңбасы қойылады. Одан кейін 30 пен 70-тің ортасына қосу таңбасы қойылады. 270-тен 30-ты азайтсақ 240 болады. 240-ға 70-ті қоссақ 310 болады. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері, жауаптарымен сіздерге көрінеді.